Сәлем достар, бүгін сіздерге тек қана Түркияда ғана емес, басқа елдерде де өте танымалдылыққа ие болған актриса әрі модель Хатидже Шендел туралы видео дайындадым. Ол қазіргі таңда Қазақстан арнасында көрсетіліп жатқан тағдыр жазуы түрік телехикаясында Элифтің рөлін сомдаған. Ал бүгінгі видеодан оның балалық, жастық шағымен, карьерасымен және жеке өмірімен таныс боласыздар. Олай болса, көруді бастамас бұрын видеоға лайк басып, қоңырауды бір шертіп, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ал кеттік ендеше. Хатидже Шендел 1983 жылы 2 тамызда Стамбул қаласында дүниеге келген. Ата-анасы Грекиядан қоныс аударған. Қыздың әкесі Невзеттің құрылыс саласында бизнесі болған. Анасының ұлты албан. Ерікті болып жұмыс істеп, жануарларды қорғаумен айналысқан. Актриса көп балалы отбасында өсті. Оның 2 әпкесі және 2 ағасы бар. Стамбулда дүниеге келгенімен балалық шағы Анталия курортты қаласында өткен. Ата-анасының қолдауының арқасында актриса мектепті бітіргеннен кейін Жерорта теңізі университетінің іскерлік басқару факультетіне оқуға түседі. Университет қабырғасында жүргенде ол модельдік агенттіктермен келісім шартқа отырды. Солай болуы керек те еді. Өйткені бойы 175, тік осанка, сұлу келбеті назардан тыс қалмады. Бұл келісім шарт тек қана модельдік бизнесте ғана емес, актерлік талантын шыңдауға да мол мүмкіндік берді. 2001 жылы Түркия аруы байқауына қатысып, 3-ші орынды иеленді. Осыдан кейін ол Еуропа аруы сұлулық байқауына өз елінің атынан қатысып, 4-ші орынға ие болды. Сол жылы Челик Ерешидің Төре әніне түсірілген бейне клипке түсіп, актерлік курсқа қатыса бастады, атқа мінуді де қолға алды. Оның фильмдегі дебюті 2001 жылы Ени Хаят драмалық сериясында болды. Кейінгі жылдар ол әртүрлі мелодрамаларда қосалқы рөлдерді сомдады. 2010 жылы Қарада отбасы фильміне түсті. Оның актерлік мансабындағы басты серпіліс 2012 жылы Дила ханым телехикаясында Эркан Петеккаямен бірге басты рөлді сомдаған кезде болды. 2014 жылы ол Менің тағдырым жазылған күн немесе Тағдыр жазуы телехикаясында басты рөлді ойнады. Сюжет бойынша Хатидженің кейіпкері кедей отбасының қызы Элифке баласы жоқ бай отбасынан баласына суррогат ана болу ұсынысы түседі. 10 жыл бойы некеде тұрған ерлі зайыптылар үшін көптен күткен нәрестенің келуі толық бақытты уәде еткен еді. Бұл мәміледен қомақты соманы алған кейіпкердің өзі сырқат сіңлісін емдеп, темір тордың ар жағында қалған анасын қорғауға міндеттенетін адвокаттың қызметін төлей алады. 2015 жылы «Поцелуй жизни» фильміне түскеннен кейін актриса мансабына үзіліс жасап, отбасына көңіл бөлуді шешті. 2017 жылы Хатидженің өмірінде қайғылы оқиға орын алды. Шілде айында оның әкесі Невзет жол апатынан қаза тапты. Актрисаға әкенің орны толмас қайғысы қатты батты және фильмдерге түспей қойды. 2020 жылы оған сол жылдың күзінде телеарналарда көрсетіле бастаған «Пробуждение Великий Сельджук» тарихи драма сериалына түсуге ұсынысты. Хатидже экранда тарихи кейіпкер Тиркен Хатун бейнесін сомдады. Жеке өміріне келетін болсақ, 2015 жылдың мамыр айының соңында продюсер әрі актер Бурак Сәғашарға тұрмысқа шықты. Ерлі зайыптылар Қарада отбасы телехикаясының түсірілімі кезінде танысқан. 2017 жылы олардың ұлы Джан дүниеге келді. Жолдасы актрисаны періштем деп еркелететін көрінеді. Олар Түркиядағы өте танымал, жарасымды әрі әдемі жұптардың бірі. Актриса 2022-23 жылдары Доброта сериалында басты рөлді сомдады. Инстаграм парақшасын белсенді жүргізеді, 2 миллионнан астам оқырманы бар. Достар, актриса туралы бар ақпарат осындай. Келесіде Дефне жайында видео дайындаймын. Ал қахраман туралы видео каналымда осыдан 2 жыл бұрын жарық көрген. Сіздерге актрисаның қай рөлі көбірек ұнайды, комментке өз пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер. Қахраман туралы видеоны көруді де ұмытпаңыздар. Сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болайық.